Қайырлы күн, құрметті көрермен, эфирде кезекті подкастымыз, оның жүргізушісі мен Аида Абдрахманова және жанында Қарақат Жолдасова. Осыған дейінгі подкасттарымызда неше түрлі көңілді, мотивациялық, тіпті актуалды мәселелерді қозғаған едік. Енді осы жолғы шығарылымызды бауырларымызға, яғни кейбіреуімізде аға іні, кейбіреуімізде апа сіңлі болуы мүмкін. Мінекей осы жандар жайында бүгін біз сіздермен бірге емін-еркін форматтағы әңгіме жүргізгіміз келеді. Бауыр деген бірге өскен, бір нанды бөлісіп жеген балалық шақтың орны толмас бөлігі. Бауыр барда бақытсызбын дей көрме деп айтып кеткендей ата-бабамыз, расымен де мына жалған өмірде кем дегенде қанымыз бір, бауырымыз барда бақытсызбын деу үлкен қателік. Мінекей, қазірдің өзінде жылы естеліктермен бір сәт жүрегімізді жылытып жатқан бұл тақырыпты кеңірек талқылағымыз келеді. Осы орайда Қарақат, тақырыпқа қарай ойсақ, саған сұрағым бар. Сенің қанша бауырың бар, үйде неше ағайынсыңдар, жалпы бауырларың болса сол кісілермен таныстыра кетсең? Сәлем Айда, құрметті көрермендерге қайырлы күн. Айда басында айтып кеткендей, бауыр барда бақытсызбын деу өте қатеттілік. Менің өзімнің жан дегенде ала берген екі түйір апам бар. Біріншісінің есімі Салтанат, 99 жылғы. Ысық әулетінің аяулы келіні, жары, сонымен қатар ана. Осы 2023 жылдың ораза айының алғашқы күнінде жездем екеуі некелерін қиып, тойлары өткен болатын Айлин атты тәтті қыздары бар. Ол 2023 жылы Орал қаласында оқуын бітіріп келіп, Атырау қаласындағы сенім элитарлық мектеп балабақшасында ағылшын пәнінің мұғалімі. Әлі күнге дейін қызмет етеді. 4 жыл уақыт өтіпті. Екінші апам Гүлжанет, 2001 жылғы. Ол да осы қарашаның екісі күйеуге кетті, жездем екеуінің үлкен тойлары өтті. Ол да Адай әулетінің өтен көптен күткен келіні, жар атанды. Ол да банаға бірінші апам сияқты аяулы ұстаз. Ол да 2020 жылы Атырау қаласындағы Пет колледжді бітірді. Өзінің жас түлек атанған мектебінде мұғалім болып жұмысқа кірді. Оның саласы математика мұғалімі. Ол 5-ші класста, ең басында келгенде 5-ші сыныпта алған болатын. Қазіргі уақытта ол класс 9-шы сынып оқиды. Өте уақыт өте тез өтуде, кезінде отымен кіріп, қазір суымен шыққан болатын. Енді байқап отырсыздар, екі апам да ұстаз. Негізі әу баста екеуі мұғалім боламын деп ойлаған емес. Қуған жетпейді, бұйырған кетпейді дейді ғой. Әу басында біреуі дәрігер болғысы келді, біреуі екіншісі есепші болғысы келді. Енді өздерінің өмірлік жұмыстары, өмірлік миссиялары осы мұғалім болу екен. Шынымен де мен оларды ұстаздан басқа адам ретінде елестете алмаймын. Себебі олар ұстаз болу үшін жаралғандай бір қыдды. Себебі мен мектеп оқып жүрген кезде осы екі апам сияқты мұғалімдерді ешқашан көрген емеспін. Себебі мен кезінде мұғалімдер десен басталып ұрсатын мұғалімдер еді. Ұрып, соғып, ал қазіргі апаларым ондай емес. Жас болғасын ба, түсініспеушілікпен, сабырлықпен, мейірімділік жанарымен қарайды. Себебі екі апамның жүзінде нұр шашып тұр. Сондай жүгі жылы адамдар. Солай осы екеуін таныстырып өттім. Керемет, Қарақат, тамсана тыңдап отырмын шынымен де. Яғни сендер үйде 3 қызсыңдар, иә? Үлкені 99 жылғы, екінші әпкен 2001, кенжесі сен 2005-сің. Яғни үлкен апанмен жас айырмашылықтан 6 жас болса, екінші апанмен 4 жас. Енді қазақта айтады ғой, 3 жасқа дейін түйедей құрдас деп. Енді осыншама үлкен жас айырмашылығы сендердің бір әпкелік сыр тарқатуларыңа кедергісін келтірмеді ме? Енді арамыз шынымен де 4 пен 6 жас екен. Осы уақытқа дейін есептеп көрмеппін, шыны керек. 6 жас деген негізі үлкен деу. Енді 3-тен көп. Енді жас арамызға ешқашан тұрған емес.
Себебі мен өз бауырларымды өзімнің құрдасым сияқты көремін, ал олар енді мені өзінің құрдасы сияқты көрмеуі мүмкін. Мысалы, мен мысалы қазір 3-ші курс студент болса, мен оларға әлі күнге дейін соңғы 11-ші сынып оқып жүрген оқушы сияқтымын. Әлі баладай көреді сені. Иә, әлі баладай көреді. Осы 11-ші сынып оқып жүрген кезде журналистика саласын таңдаймын деген кезде екі апам да уайымдаған еді. Шынымен де осы саланы таңдайсың ба деп, сенімдісің ба деп, тіпті осы универге документ тапсыру керек кезде қасымда үлкен апам салтанат бірге жүрді. Документ тапсырып болғанша, орналасқанша осында қасымда бірге жүріп қолдау көрсетті, мотивация берді. Универде осындай жағдай болуы мүмкін, аудиторияның не екенін, мысалы біз білмейміз аудитория не, басқа не деген сияқты солардың бәрін түсіндірді. Енді апалар маған әрқашан өздерінің ақыл кеңестерін бөлісетін. Қазір уақытта енді екеуі де күйеуге шықты. Енді олар өздерінің өмірлеріндегі жағдайларын айтады. Мен өзімнің арасында ақыл кеңестерімді бөлісіп айтып қоямын. Енді бұл жерде жас мөлшері ондай қатты аса рөл ойнамайды. Соншалықты айтып жаңа баяндап отырсың ғой, осыншалықты бауырмашыл болуларыңа сендердің ата-аналарының тәрбиесі үлкен бір рөлін атқарды деп ойлаймын. Жалпы айтады ғой, бала айтқанды естігенді емес, көргенді есте сақтап қалады деп. Осы орайда сенің ата-анаң өзінің бауырларымен қандай қарым-қатынаста? Яғни жиі қонаққа бару, көрісіп тұру деген сендер жанұяларында сақталған ба? Менің әке-шешемнің өте көп ағайынды отбасыларының бірі. Біреуі папам 10 ағайынды болса, анам 9 ағайынды. Осы ес білгелі есімде әке-шешеме өзінің бауырлары әрқашан звондап, қал жағдайларын сұрасып тұратын, немесе әке-шешем оларға соғысып телефон соғып тұратын, бір-бірлерінің үйлеріне қонаққа жиі баратын, қуанышты, туған күн болсын, қандай кез келген мейрам болсын, бір-бірінің үйлеріне барысып тұратын. Ал енді содан кейін енді осы 19 жасыма дейін енді өздерінің бауырлары жылдан жылға жайлап өмірден өтіп жатты. Сол кезде әке-шешемнің жаналарынан андай бауырды қимастық сезімі, сағыныш, жүректерінен бір жүрегінің жартысын алып кеткендей болды да, көздеріне қараған кезде. Сол кезде мен түсінгенім, өмір ешқашан мәңгі емес, бүгін бармыз, ертең жоқпыз. Сондықтан да екі бауырым бар кезде мен оларға өзімнің ішіндегі махаббатымды, сезімімді, не сезетінімді, мен олардың қасында болғанда осындай күй кешетінімді, сендерден артық сендердің орнын ешкім баса алмайтынын, соны оларға әрқашан айтып отырамын. Енді қазір әке-шешелерім бір-бірінің үйлеріне аса қатты қонаққа бара бермейді. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда соңғы кездері жаман жаңалықтар өте көбейіп кетті. Сондықтан осындай жағдаяттар болып жатқан кезде бір-бірінің үйіне қуаныш айтып, дүркіретіп бара беру қате деп ойлаймын. Дегенмен де енді қазір мобильдік заман ғой, телефонмен соғысып тұрады, видеозвонокпен соғысып тұрады. Солай соғысып бір-бірлерінің қай жағдайларын бөлісіп отырады. Шынымен де бауырларымыздың арасында нағыз бауырмалдық қарым-қатынас осы әке-шешемнен қарап өсіп біздің бойымызға сіңген. Енді басында айтып кеттім ғой, екі апам да күйеуге шықты, өздерінің өмірлік адамдарын тапты деп. Сол кезде екеуінің тойлары болып жатқан кезде де мен ешқашан жылаған емеспін. Кәдімгідей күліп қуанып жүрдім, бірақ ішімде жүрегімнің бір бөлшегін алып кеткендей болды да, енді оны бауырларыма көрсетпеймін ғой. Енді жыласаң, енді олар да еңіреп жылап кетеді-ау деген ішімде ой болды да. Шынымен олар үшін қуанып жүргенде аса қатты қайғырып жүргенімді білдірген жоқпын. Бірінші апам күйеуге кетті, сол кезде кіші қызы дүниеге келді, бесік той жасамақшы болды, сол кезде үйіне бардық. Сол кезде үлкен апамды көрген кезде басына ақ орамал тағып жүрді. Шыны керек көрген кезде маған өте үйреншіксіз болды. Себебі екі апам да көше мен жұмыстың ортасында жүріп өскен адамдар, шаруа жасау, үй тірлігіне өте қатты араласпаған жандар. Сол кезде үстеріне халат киген, басында орамал киген, келген қонақтарға шай құйып жүр. Соны қарау, сыртынан қарап тұру маған өте қиын болды да, жылағым келіп кетті. Бірақ назарымды басқаға бұрып, өтірік телефон қарап отырдым.
енді бәрібір енді ер мұраты жету, қыз мұраты кету дейді ғой. Мен де осылай бір күні кетіп, келін қызметімді атқарып жүретін боларым деп ойладым. Дәл солай екінші апам да күйеуге шыққан кезде менің ішінде де сондай ойлар болды. Енді бірінші апам дейтін 4 жыл Орал қаласында оқып жүрген кезде екінші апаммен бірге өте көп уақыт бөлістік. Енді бір үйде тұрамыз ғой енді. Бірге ұйықтаймыз, жатамыз деген сияқты. Үлкен апам енді бізбен бірге тұрмаса да, енді оның жоқтығы маған қатты білінді. Екеуін де қатты жақсы көремін. Осындай бауырларым болғанына Аллаға сансыз шүкір. Екінші анама рахмет айтамын. Кәдімгі толғанысқа толы әсерлі баяндап бердің. Енді осы екі бауырын туралы балалық шағындағы ең есте қалған бір естелігін қандай деп сұрақ қойсам, ойыңа, санаңа бірінші қай оқиға келер еді? Енді үшеуміз мен 19 жасыма дейін неше түрлі қызықты естеліктер бар ғой. Мысалы, мен дүниеге келген кезде екі бауырым, мысалы, мама сыртқа шығып кеткен кезде, мен де ұйықтағандаймын ғой, сәби кезім. Сол кезде екі апам тұрып, менің аузыма тамақты отыра беретін. Сол кезде мама келіп, сендер не бүлдіріп жатсыңдар дегенде, мама бөпе жемейді деп мені айтып тұр ғой. Сол кезде мама сырттан күліп тұрып қарап тұрды. Енді үшеуміздің арасымыздағы бауырмалдық қарым-қатынас көрініп тұрды сол жерде. Содан бастап әйтеуір базарға барған кезде мен анаммен бірге бармаймын. Мен екі апаммен бірге барамын. Маған бір зат керек болсын, немесе оларға бір зат керек болсын, үшеуміз бірге жүреміз. Үшеуміз бір айырылмастай бір жұп болдық, бір үш бастайда қар сияқты болдық. Үшеуміз ештен айырған жоқ. Сосын өзіміздің шоппинг жасап болған кезде бір дәстүріміз бар. Бір көшенің бойына тамақ ішіп қайту. Тамақ ішпей үйге бармайтынбыз. 5-6 сағатқа жоғалып кетеміз ойдан шыққанда. Сол кезде үйден келіп мама айтатын еді, көшенің тамағын ішіп келдіңдер ме, үйде тамақ пісіріп қойдым ғой, ақшаны қырт-қыртқа жоя бересіңдер сен қыздар деп айтатын. Енді апаларым мен не сұрасам да ешқашан бас тартқан емес, жоқ деп айтқан емес, олар ешқашан мен не сұрасам да жоқ деп айтқан емес. Енді жоқ деп айтқан кездер енді шынымен де қол жеткізе алмайтын кездер ғой, бірақ қолдарында болып тұрып, қаржылай болып тұрса да, маған ешқашан жоқ деп айтқан емес. Мысалы, мен туған күнімде, мысалы, iPhone алып берді маған. Мысалы, 16 жасқа туған кезде, сол кездері Қадырбаев атты блогер қатты танымал болды. Өте қатты танымал болды. Мен соған фанат ететінмін да, жақсы көретінмін себебі сол кезде өзінің родной атты толстовкаларын шығарып жатқан. Сол кезде апама айттым, мен туған күніме осыны алып берші деп. Ол кезде ол толстовка 16 мың ба сондай тұрды. Сол кезде бағасына қарамай айттым, алып берші маған деп. Сол кезде маған келіп беріп тұр. Сол толстовка әлі күнге дейін бар. 3 жыл өтсе де кием, өте ыстық. Сол толстовканы көрген сайын бауырларымның маған деген қарым-қатынасы, арамызда ешқашандай бір ақша тұрмайтыны, бір-бірімізді қуанта алатыны мен үшін өте толғанысты. Мен үшін мен енді оларға қаржылай көмек көрсете алмасам да, енді баласын бағып беруге немесе видео түсіріп беруге басқалай көмек көрсетем. Мысалы, үлкен апамның қызы бар деп айттым ғой, мысалы Айелін атты. Соның баласын бағып берем. Екіншісі қазір мектепте өзінің сынып жетекші оқушылары бар. Сол оқушыларында қандай да бір мереке іс-шара болған кезде мен олардың қасында жүріп, бақылауда ұстап жүрем, видеоға түсіріп болсын, мобиграф болып жүретінмін. Солай мен оларға өзімнің қарым-қатынасымды, махаббатымды көрсетемін. Рахмет, Қарақат. Осы орайда жақында көрген боларсың, Айбек Жағыпбардың орындауында «Бауырларым, жақындарым» деген көпшіліктің көңіліне орын тапқан бір ән жарыққа шыққан болатын. Сол әннің мына бір шумағы өзіме қатты ұнап қалды. Бұлай деп айтылады: бауырларым, есігімді қақпаңдаршы, теуіп кіріңдерші дейді. Құлаққа бір түрпідей естілсе де, бірақ астарына, мағынасына үңіліп қарасақ, үлкен бір философия жатырған аңғаруға болады. Мысалға, мен үйде екі қызбыз, менен кейін сіңілім бар.
мамам бізге кезінде айтатын, екеуің жан жаққа кетесіңдер, енді бірге тұрмақ жоқ, сол кезде бір-бірлерінің шаңырақтарыңа алаңсыз кіріп шығатындай болыңдар деп. Жаңағыда өлең шумақта айтылғандай ғой, яғни есіктеріңді қақпай теуіп кіретіндей соншалықты бауырмал болыңдаршы деген мағынада айтылған ғой енді мамамның сөзі. Сол кәдімгідей келіп тұрды. Ұмыттым. Дәл сол сөз. Көрермен, басында айтып кеткендей бауырларыңыз барда бақытсызбын дей көрмеңіздер деп подкастымызды аяқтағымыз келеді. Сіздермен бірге болған журналистика мамандығының 3-ші курс студенттері мен Аида және де Қарақат. Қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.